Баршаңызға сәлем. Бүгін 3 сынып қазақ тілі 96 сабақ. Егер видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Сабақ. 49 жаттығу мәтінді оқы. Менің бабам имаш орта бойлы, орақ мұрын, от жанарлы кісі болатын. Әкем Момынәлі сол шымыр шалдың 4-ші перзенті екен. Оны жұрт Момыш деп еткен. Әжемнің аты Қызтумас еді. Қартайғанда сары кемпір атанған. Жарықтық аса ажарлы, ақ дидарлы кісі болатын. Сын есімдерді тауып, олардың дара немесе күрделі екенін айт. Мәтіннің авторы туралы білетініңді әңгімеле. Мәтінде күрделі сын есімдер орта бойлы, орақ мұрын, от жанарлы, аса ажарлы және ақ дидарлы. Ал дара сын есімдер сары және шымыр. Мәтіннің авторы Бауыржан Момышұлы. Ол Кеңес одағының батыры, Ұлы Отан соғысының даңқты қолбасшысы, жазушы. Оның шығармалары батырлық, ерлік, ұлттық рух туралы баяндайды. Бауыржан Момышұлының қаламынан шыққан ең танымал кітаптарының бірі «Ұшқан ұя». Онда ол өзінің балалық шағы мен ата-анасы туралы естеліктерін жазған. Келесі 50-ші жаттығу. Өлеңді оқып жатқа жаз. Ала таңнан тұрып ап, құба жонға барамын. Ақ боз атқа мініп ап, жұлдыз дайын ағамын. Сын есімдерді тап, олар қай заттың сынын білдіріп тұрғанын айт. Бұл өлеңде біздегі сын есімдер ала, құба және ақ боз. Осылар қай заттың сынын білдіріп тұрғанын айтайық. Ала таң, құба жон, ақ боз ат. Келесі 51-ші жаттығу. Затты берілген белгілер бойынша тап. Бірінші бұрыш, сопақ, қызыл, ащы. Екінші түлкі, жыртқыш, қу. Үшінші күн, ашық, жылы, суық. Төртінші қоян, сұр және қорқақ. Келесі 52-ші жаттығу. Заттың сынын білдіретін сөздерді тұсындағы тиісті сөздермен сәйкестендір. Мұнда бізде екі бағанда сөздер берілген. Бірінші бағандағы сөздер ащы, тәтті, қышқыл, сүйір, сопақ, домалақ, кіші, үлкен, ұзын, қызыл, қара, сары. Екінші бағандағы сөздер түсі, дәмі, көлемі, пішіні. Енді осыларды бір-бірімен сәйкестендіруіміз қажет. Ащы, тәтті, қышқыл, дәмі, сүйір, сопақ, домалақ, пішіні, кіші, үлкен, ұзын, көлемі, қызыл, қара, сары, түсі. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Егер де видео ұнап жатса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаймыз.